Әкежан қара, мынау заводской батарейка. Сатып алған, 6S дейді. Бана 22-2 вольт береді. 6S дегеніміз 6 элементтен құралған. Мысалы, мынау мен қолдан жасап отқан батареям 4S. 4 элементтен жасалынады. Бұның вольты 15 вольт болады, минус плюс енді. Енді қара, мыналарда ешқандай несі данылар жазылмағанда, мына заводскойда 100C дейді. 100C деген мынаның ішіндегі батарейка, мына ішіндегі ток бар ғой, ток. Батарейканың ішіндегі токтың сыртқа шығу жылдамдығы. Сыртқа шығу дегеніміз бана моторларға беретін жылдамдықты 100C дейміз. Дұрыс па? Енді сол жылдамдықты қайдан алдық және қалай контроль жасаймын? Мысалға, мынаныңкі қанша екенін білмеймін. Қалай оны өлшеймін, во-первых, біріншіден, екіншіден, оны мен контроль жасай алам ба? Мысалы, маған тех характеристика бойынша 150-200C керек екен скорость. Ол мен үшін бана жылдам энергияны шығару керек, жылдам беру керек энергияны. Түсіндіре алдым ба? Түсіндіре алмадым ба? Вот осы сұрақ. Мен кейін қазақпайский ол білесің, мен сенің құсап оқымағам.